Өзүнден месулиетini атмак үчүн манипуляциялар белгилеринин карыштырылмасы, инсанлардын өлүмү ве гайыплар üzerinde спекуляциялар. Москва Украинаны ве Американы кабатлаган буюк пропагандистик кампанияга башлады. Олар Ахяр жыбарындагы Учкеев ялысында ракет ужуму вактында элек алган инсанлар үчүн месулиетни Украинага ташлай. Малым болгону кеби 23 июнь күнү Кезлев ве Ахярда шиддетлі патламалар эшитилди. Көк жүзүндө аба мудафа системлеринин чалышканлары көрүндү. Ерлі сакинлеринин дегенине көрө фаал бир шекилде рус СРК системлери чалышкан. Эркес авада шиддетлі патлама сеслерини эшитти. Ава телукеси ишаретлери исе илян этилмеген. Ерлі колонизаторлар исе ялыда татилни токтотмак мечбуриетинде калды. Бірхач вақыт кешкен соң Ахярның гауляйтері Михаил Разважаев өзінің ресми сайфелерінде авада 5 ракет yok етілгенini білдірді. Хайдеткеніне көре yok етілген ракетлердің қалымдылары ялыға түшкен. Орманда яңғынның пейдаулығыны ве Лазурь пансионаты янында балабақчасы зарар көргенini аңлатты. Бұл вақытта есе ялыға ilk ярдым арабалары yolға чықты. Ерлі матбуатларда есе инсанлар ава телуке ишаретлері олмағаны үшін ачувланмаға башладылар. Базалары атта Гауляйтер Разважаевның истифасыны талап етті. Почему перестали включать воздушную тревогу в Севастополе? Что за ерунда? А если у людей нету, например, таких каналов, где говорится о Севастополе? Так никуда в город не прилетело и не прилетало. Летело по военным, а ПВО сбило и по людям. Так что бояться надо не врага, а своих, которые прошляпили опять. Рус мудафа назирлиги бірінші сабатында Украина силялы хуветлерінің Қырымға невбеттеки ужумы ақта білдірді. Санкедерсін ишгалчы ава савунма системлері епса мақсатларына муафақиетлі шекелде yok еткенini тариф етті. Ама 2 сааттен соңра bu ибарелер тамамен деңішті. Невбеттеки сабатқа да бір жүмле қошылды. Санкедерсін бір атакымс ракета ава мудафа системлерінің чалышмасы себебінден yolundan шашып, шер üzerinde авада патлаган. Бірінші bu малиматны ата рус арбилері ве арби журналистері таздықладылар. Олар ишгалчы ордына doğru әрекет etmegenlerinde хабатлады. Дегенлеріне көре егер ракет деңіз üzerinde дегелді ялы üzerinde yok етілседі, yüzlerce insan элек olacak еді. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было. Ақшам есе Москва Учкеев ялысында махсус ерлі сакинлерге қаршы япылған бір террористик акт ақында бейан етмеге башлады. Олар Эршеде, Киевны ве Вашингтонны хабатладылар. Рус тышышлері назерлігіне атта Американың елчісі Лин Трейсіні чағырдылар. Она Украинаны силахнен дестеклегенлері үшін мұтлақа нетижелер олажағына білдірділер. Америка елчісі есе Москваның бір даққада ерлі сакинлерінің азапларыны тоқтата білежегіні, бұның үшін Украина топрақларыны терк etmesi керек olганını hatırlattı. Bu haqda da Amerika Тышышлерінің спикері Меттью Міллер де білдірді. Ви, напевно, пам'ятаєте, що після теракту в Москві в березні вони звинуватили Сполучені Штати, незважаючи на те, що США попередили їх про напад. Отже, для уряду Москви немає нічого незвичайного в тому, щоб робити безглузді гіперболічні заяви про відповідальність, які не підтверджуються жодними фактами. Ата русларның чары Владимир Путин біле bu фажианы изатлады. О рус февкулеті хизметлерінің учақларыны Қырымға yolап, зарар көргенлеріні тезден Москваға кетірмеге емір берді. Эршеде ғарби өлкелеріні қабатлады. Шымды ишгалчы акимге 4 элек олған ве 150 яраланған киши ақтай сабат берем. Рус ишгалчы кувейчилері Қырымлы Сервер Демиршаевны туттылар. Сөзді экстремизмнен күреш мерkezінден бірхаш силахлы кувейчі Харасу базар жыварында ерлешкен яңы бурулчак ойындеки евіне басып кірді. 35 яшындаки ер адамны рус ордысына ақаретлегенінде қабатладылар. Санкедерсін о ичтемайы ағларда Украина силялы хувейтлеріні дестеклеген. Иханетче ве Крымский смерш чақыжылар ағының идрежісі идея еткеніне көре бүтін малиматлар ишгалчы махкемеге yollanıldı.